Саламатсыздар ма, құрметті Авиценна көпсалалы медициналық колледжінің студенттері. Қазіргі COVID-19 пандемиясына байланысты карантиндік талаптар орындалуда. Соның бірі бетпердені дұрыс кию. Бетпердені кию барысында көпшілік қателік жіберіп жатады. Мысалы, бетпердені осылай киіп жатады. Бұндай жағдайда бетперде бізде бетімізді толық қамтып тұрған жоқ, және де мұрын қуысымыз ашық тұр. Бұндай жағдайда қоршаған ортадан вирус организмге еркін ене алады. Сондықтан бетпердені дұрыс киюіміз керек. Бетпердені кимес бұрын бірінші қолымызды су сабынмен жуып өңдеп алуымыз керек. Ал сыртқы ортада біз қолымызды бір ретті қолданылатын антисептикпен өңдейміз. Қолымызды антисептикпен өңдеп, бетпердені алып, киеміз. Бетпердені кию барысында да жоғарғы жағын жоғары көтеріп, мұрын қуысымызға қарай, мұрын қуысын қыстыратын арнайы қысқышы бар, сонымен мұрнымызды қысып, төменгі жағын түсіріп, және де иегімізді толық қамту қажет. Бетпердені кию ережесін дұрыс сақтаймыз. Дендеріміз сау болсын, ауырмаңыздар. Сау болыңыздар.